28 февральда 2017 жылы Атамбаев Россияның президенті Путиннің алдында шығып 2005 жылқыдағы 2010 жылқыдағы революцияның авторы менмін деп мойындады. Мен ойлап жүріпмін, революцияның авторы қожайын Еліқо деп. Көрсе жаңылышыпмын. Демек. Мұны менен Атамбаев 2005 жылы болып өткен, 2010 жылы өткен мародерлықтағы өз мойнына алды. Мұны менен Атамбаев 2005 жылы, 2010 жылы революцияда жапа тартқандардың-дағы, шейіт кеткендердің-дағы бүт жоқкершілікті өз мойнына алды. Мұны мен Атамбаев 2010 жылы бұл өткен Ош Қарғашалы оқиғасындағы авторы менмін деп мойнына алды. Біз Атамекен партиясы революцияға қаршымыз. Біз Атамекен партиясы төңкеріске қаршымыз. Бірақ өзінің қылып атқан иш әрекеті Атамбаевтың, мен ойлаймын, 3-ші революцияның авторы да өзі олдық жоқтық.